Сәлем достар, бүгін сіздерге өзімнің ең сүйікті пирогым зебра пирогының жасалу жолын көрсететін боламын. Жасалу жолы өте оңай және де жұп-жұмсақ болып пісіп шығады. Менің каналыма тіркеліп, маған қолдау білдіріп қойсаңыздар екен. Ең әуелі бізге керекті заттар: ұн, жұмыртқа, 20% қаймақ, ерітілген сармай, қант қажет болады. Төменге описание бөліміне толық құрамын жазып кететін боламын. Ең бірінші 4 жұмыртқамызды салып, оның үстіне қантымызды салып, жақсылап қанты ерігенше, яғни аппақ болып көпіргенше миксердің көмегімен миксерлеп шығатын боламыз. Міндетті түрде аппақ болып көпіргенше миксерлеңіздер, сонда біздің пирогымыз ісіп, үлпілдек болып, әп-әдемі болып көтеріліп пісіп шығатын болады. Міне осындай күйге жеткенше миксерлейсіздер. Одан соң оның үстіне 200 грамм қаймақты саламыз. Мендегі қаймақ 20% дүкеннің қаймағы. Одан соң оның үстіне ерітілген сармайымызды құйып, тағы да жақсылап миксерлеп алатын боламыз. Оның ішіне ас содасын салып, осы оның ішінде жақсылап араластырып алатын боласыздар. Ұнымыз міндетті түрде електен өткізілген болуы керек. Егер де електен өткізілмеген болса, пирогымыз көтерілмей, аласа болып шығуы мүмкін. Сол үшін міндетті түрде електен өткізілуі керек. Және де ұнды барлығын бірден салып жібермейсіздер, аз-аздан бөліктерге бөле отырып, миксерлеп шығатын боласыздар. Мен ұнды 3 бөлікке бөліп салдым. Сол кезде жақсы миксерленеді және де биік болып көтеріледі. Енді осы дайын болған қамырымызды 2 ыдысқа бөліп шығатын боламыз теңдей. Міне осылай 2 бөлікке бөліп алдық. Енді бір бөлігіне бірінші ыдысымызға 2 ас қасық какаоны салып, тағы да жақсылап араластырып алатын боласыздар. Бізде осы аралықта 2 қамырымызға 2 түрлі қасық қажет болады. Міне осылай жақсылап араластырып алыңыздар. Енді формамызға орналастырып аламыз. Мендегі форма 24 см. Енді осы формамызға 2 қасықтан қамырымызды салып шығатын боламыз. Сіздерге де кеңес ретінде айтар едім, 2 ас қасықтан салып отыруды. Сонда зебра жолақтарымыз әдемі шығады. Осылай бірінен соң бірін біздің қамырымыз біткенше салып шығатын боласыздар. Екі ас қасықтан бірінен соң бірін араластыра сала отырыңыздар. Барлық қамырымызды салып болдық. Енді ағаш таяқшамен осындай әдемі өрнектер салуға да болады. Пирогты міндетті түрде қызып тұрған пешке салу керек. 180 градуста 45 минутта пісіп шығады. Әркімде әртүрлі пеш болғандықтан пісіретін кезде міндетті түрде қарап тұрыңыздар. Пирогымыз міне бізде осылай болып пісіп шықты, өте жұмсақ әрі үлпілдек болып. Бұл менің ең сүйікті рецептім. Осы рецепт бойынша міндетті түрде жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын достар.